Жыл басталғалы өңірдің өзен көлдерінде 10 адам суға кеткен, оның 3-і бала. Осы орайда маусымның 1-нен бастап адамдар шомылатын жерлерде төтенше жағдайлар департаменті мамандары күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Жағажайды жағалап суға түсетіндер төтеншелік мамандардың ескертуіне құлақ аспай отыр. Мұның салдары қайғылы жағдайға душар етуде. Мысалы, өткен демалыс күндері 20 және 50 жас шамасындағы 2 адам ажал құшты. Қазіргі таңда облыстағы 5 шомылу орнында құтқарушылар кезекшілік еткенмен, қалған 69 жағажай назардан тыс қалып отыр. Бұған қоса балалар лагері аумақтары да бақылауда. Облыс аумағында 20 жазғы балалар лагері бар. Соған біз дейтін алдын алу бойынша проверка өткіздік. Бүкіл лагерде балдар суға түсетін өзендердің қастарында өзендерді проверка жасап, водолаздар тескеріп шықты. Соңғы 10 жылда өңірде 262 адам суға батып қаза болған, оның 72-сі балалар. Биылда шомылу маусымының ашылғанына көп бола қойған жоқ. Алайда қайғылы жағдайлар тіркеліп жатыр. Соңғы мәліметке сай өзен-көлде мерт болған адам саны 12-ке жеткен. Осыған орай суға түсу орындарында күзет күшейтілді. Қазірдің өзінде 3 адам құтқарылды. Бұл іске мұғалімдер де үлес қосуда. Оқушыларға интерактивті сабақтар өткізіліп, түсінік жұмыстары жүргізілуде. Басты жұмысты біз балалардан гөрі ата-аналар жиналыстарына айтамыз. Өйткені мектеп қабырғасынан бір бөлек өзінің қосымша білім беру мекемесіне барама, үйірмелерге барама, немесе жеке үйде өз қалама, немесе жеке өз басымен көшеде жүрген кезде қауіпсіз болу шарттарын сақтау деген сияқты бағытта ата-аналар жиналысында көбірек түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Соңғы ата-аналар жиналысы үлкен республикалық көлемде өтті. Ең басты тақырыптың барлығы жаз келе жатыр. Мектептен азын-шоғын лагерьге балатын балалар болса да ол 10-12 күннен аспайды. Қалған уақытта сіздің қолдарыңызда қалады, сондықтан мұқият болайық деген бағытта тапсырмалар берілді. Жаз маусымдағы қауіпсіздікті облыс бойынша 70 құтқарушы мен 27 сүңгуір қамтамасыз етпек. Маусымның 1-нен бастап шомылу орындарындағы төтенше жағдай қызметкерлерінің жұмысы күшейтілген режимде өтуде. Рауан Дияли, Айбек Сағынғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.